Бүгін волейбол. Волейболды біз жекпе-жек сарайында ойнаймыз. Нұр-Сұлтан қаласында жаңадан соғылған үлкен зал. Мұнда екі волейбол ойнайтын алаң бар, ортада футбол ойнайтын алаң бар. Керек болған кезде осының бәрі трансформация жасалынып, жекпе-жекке арналған зал болып кетеді деп журналистер сияқты айтып сіздерге таныстырып өтейін. Өте керемет үлкен зал. Көріп тұрсыздар, қаншама адам сияды. Мұнда үстінде гостиница бар. Басқа да кішкентай залдар бар. В общем, керемет спортшыларға жасалынған керемет жағдай. Мынау қызық екен. Ауылда қорадағы есіктер сияқты. Бүйтіп ашасың да, чу дейсің. Мынау сетка деп ойлап тұрған шығарсыздар. Бұл әлемдегі ең үлкен шымылдық. Жар. Мынау еден нағыз ағаш. Мынау әлемдегі ең үлкен телевизор. Хабарды осыдан көреміз. Керек емес кезде трибуналар осылай әп-әдемі болып жиналып тұрады. Ал енді бүгін бізде Джамеко волейбол командасы мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің командасы ойнап жатыр. Ойынды өте тартысты өтіп жатыр. Екі жақтыда команда мықты болып жиналған. Сондықтан да сіздердің назарларыңызға бүгінгі ойыннан қысқаша үзінді. Шекең ұстады, комитетке кетті. Ой, позор. Ал енді осы бүгінгі командалардың ең мықты ойыншысынан бір сұхбат алып жүрейік. Кешіріңіз, саламатсыз ба? Уалейкум ассалам, қалайсыздар? Жақсы, YouTube каналыңызға бір сұхбат беріп жіберсеңіз, ойын қалай болды? Тартысты болды ма? Тартысты болып жатыр ойын, командалардың бәрі осал емес. Командалардың бәрі осал емес, бірақ біз мықтымыз. Сіз қай командадасыз? Сбербанк па? Сбербанк. Бүгін Джамеко ойнап жатыр еді? Жоқ, біз Сбербанк. Рахмет сізге, көп сәттілік тілейміз. Бүгін кім ұтады? Біз ұтамыз. Біз ұтамыз. Біз деген кім? Джамеко ұтады. Джамеко ұтады. Болды, алға. Сіз не сетсіз керек? Да, как его там? Онайда. Онайда? Туда? А ребят туда едут, да? Поехали. Нет, у андроида есть такая фигня. Вот новая вышла, да? Lens. Lens, да. Lens нажимаете, короче, и ее. Самый кеткен, да? Самый кеткен, Мирас, не істеп отырсың? Математика үйреніп отырсың ба?
Мирасик, привет дейші? Привет. Иә. Жалпы бүгін бізде студияда қонақта ең қымбатты қонақ Мирас келді. Бүгін жексенбі, жалпы кеш болды. Мұнда апамыз екеуміз бүгінгі влогты қалай бітірерімізді білмей отырмыз. Влогтың аяғын немен бітіреміз деп. Материал жетіспей жатыр. Сондықтан да бүгінге айып етпеңіздер. Влогымызды осылай бітіреміз. Отырмыз уже идея жетпейді. Осындай болып тұрады біздерде. Сол сіздерге шындықты айтайық деп көрсетіп отырмыз. Бұл жол қысқа, әрі нұсқа видео болады. Енді жарайды, ертең кездескенше сау болыңыздар.